Сәлем, достар. Бүгін мен сендерге өте пайдалы әрі ерекше өсімдік туралы айтып берем. Ол қалампыр. Иә, сол кішкентай ғана бүршік сияқты болып көрінетін, бірақ иісі мұрын жарады ғой. Көп адам қалампырды шайға немесе тамаққа қосып жатады. Бірақ сен білесің бе, қалампыр тек дәм үшін емес, нағыз табиғи ем екенін. Сондықтан бүгін мен саған қалампырдың қайдан шыққанын, неге пайдалы екенін және оны дұрыс қолданудың жолдарын егжей-тегжейлі айтып берем. Видеоны соңына дейін қара, өте қызық әрі пайдалы болады. Қалампыр дегеніміз мәңгі жасыл тропикалық ағаштың кептірілген бүршігі. Ғылыми атауы Сазиджем Армаркин деп аталады. Бұл өсімдік ең алғаш Индонезиядағы Малука аралдарында өсірілген. Ежелгі заманда қалампыр соншалықты бағалы болған, тіпті алтынмен теңестірілген. Қытайлықтар оны біздің заманымызға дейінгі ғасырларда пайдаланған. Ол кезде Жава аралынан Қытайға дейін теңізбен алып өткен нағыз қымбат та сирек дәмдеуші еді. Ал 15-17 ғасырларда португалдар мен голландтар қалампыр саудасын өз қолдарында ұстаған. Олар оны Еуропаға тасып, байлар мен ақсүйектерге ғана сатқан. Бұлай қарасаң, кішкентай бүршік, бірақ тарихы тұтас бір дәуірге әсер еткен. Қалампыр ағашы тропикалық аймақтарда өседі. Оның биіктігі 8-12 метрге дейін жетеді. Гүлдері қызғылт немесе ашық қызыл түсті, ал кептірілген бүршігі біз білетін қоңыр түсті қалампыр. Қазір қалампыр тек Индонезияда ғана емес, Мадагаскар, Танзания, Шри-Ланка және Үндістанда да көп өсіріледі. Бір қызығы, түрі бір болса да, әр елдің топырағы мен климатына байланысты оның иісі мен дәмі сәл өзгеше болады. Кейде иісі тәттірек, кейде өткірірек келеді. Дәмі ащы, бірақ жағымды, ерекше жылу сезімін береді. Осы дәм оның құрамындағы эфир майларына пайда болады. Қалампырдың негізгі құпиясы эугенол деген затта. Эугенол табиғи эфир майы, дәл осы зат оған хош иіс пен емдік қасиет береді. Бұдан бөлек қалампыр құрамында және с дәрумендері, кальций, магний, темір, марганец сияқты пайдалы минералдар бар. Яғни ол кішкентай ғана дәмдеуіш болғанымен, ішінде күшті табиғи энергия бар десек те болады. Енді қалампырдың денсаулыққа пайдасына тоқталайық. Қалампырдың пайдасы өте көп, ол адам ағзасына бірнеше түрлі әсер етеді. Біріншіден, иммунитетті күшейтеді. Эугенол мен антиоксиданттар ағзаны микробтардан қорғайды. Суық тию, тұмау кезінде қалампыр шайын ішсең, аурудың асқынуының алдын алады. Екіншіден, ас қорыту жүйесін жақсартады. Қалампыр ішек жұмысын реттейді, іш кебуін басады және тәбетті ашады. Кей адамдар тамақтан кейін бір бүршігін шайнап жатады, сол кезде ас жақсы қорытылады. Үшіншіден, тіс ауруына қарсы. Бұрын тіс дәрігері жоқ заманда адамдар қалампырды тікелей ауырған тістеріне қойып жүрген. Эугенол табиғи ауырсынуды басатын зат. Бүгінгі күнге дейін тіс пасталарының кейбірінде қалампыр майы бар. Төртіншіден, бактерия мен вирустарға қарсы. Ол микробтарды жояды, жара жазылуын тездетеді. Сондықтан қалампыр майын жараға немесе безеуге жағып қолдануға болады. Бесіншіден, жүйкені тыныштандырады және есте сақтауға көмектеседі. Қалампырдың иісі мидың белсенділігін арттырады. Осы себепті ароматерапияда да жиі қолданылады. Енді оны өмірде қалай қолдануға болатынына тоқталайық. Қалампырды тұрмыста түрлі жолмен қолдануға болады. Мысалы, қайнап тұрған қара шайға 1-2 бүршік қосып ішсең, иісі де, дәмі де ерекше болады. Бұл суық тиюге қарсы әрі көңіл сергітеді. Тіс ауырғанда 1-2 бүршігін жай ғана шайнасаң, ауырсынуды басады және ауыз қуысын тазартады. Ал эфир майын массаж жасауға, суық тигенде көкірекке жағуға немесе жараның үстіне сәл ғана мөлшерде қолдануға болады. Сондай-ақ тұнба жасауға да болады. Жарты шай қасық ұсақталған қалампырды 200 мың қайнаған суға салып, 10 минут тұндырып, жылы күйінде іш. Бұл ас қорытуға пайдалы, ағзаны жылытады. Қалампырдың хош иісі бөлмедегі жаман иісті кетіреді. Кейде тіпті лимонның бетіне бірнеше қалампыр шаншып, бөлмеге қойып қояды. Табиғи хош иіс пайда болады. Бірақ достар, әр нәрсенің шегі бар. Қалампырды шамадан көп қолдануға болмайды. Бір күнде 3-4 бүршіктен артық шайнауға болмайды. Балаларға көп беруге болмайды. Жүкті және емізулі әйелдерге тек дәрігер рұқсатымен ғана қолдану керек.
Асқазан қышқылы көп адамдарға да абайлап ішу қажет. Барлық нәрсе мөлшермен болғанда ғана пайда береді. Енді қызықтырақ бөлікке өтейік. Қалампыр халық медицинасында да ерекше орын алған. Қазақ халқы мен шығыс елдері қалампырды ертеден ақ ем ретінде пайдаланған. Мысалы, суық тигенде шайына қосқан, тіс ауырғанда майын жаққан, бас айналғанда иісін иіскеген. Үндістанда қалампырды ыстық сүтке қосып ішеді, Мысырда кофе мен шайға қосады. Ал Қытай медицинасында ол денені жылытып, рухты көтереді деп саналады. Қалампыр тек ем емес, сұлулықтың да құпиясы. Оның майы теріні тазартуға, безеуді кетіруге және теріні жұмсартуға көмектеседі. Үйде маска жасауға болады. Бір шай қасық бал, бір тамшы қалампыр және аздап зырат. Нәтижесінде терің тегіс, таза әрі балғын болады. Енді біраз қызықты деректер. 1 килограмм қалампыр алу үшін шамамен 15 000 бүршік керек. Қалампыр ағашы 100 жылға дейін өмір сүреді, ал кей елдерде оны қасиетті ағаш деп санайды. Орта ғасырларда адамдар қалампырда ауыз иісі шықпас үшін шайнаған. Кей елдерде қалампыр хош иісті шамдар мен сабындарға қосылады. Көрдің бе, достар, табиғатта қандай ғажайып нәрселер бар. Қалампыр соның ең жақсы мысалы. Кішкентай ғана бүршік болса да, оның ішінде шипа, тарих, хош иіс және пайда толып тұр. Қазір дүкеннен дәмдеуіш алғанда қалампырды да сатып алуды ұмытпа. Өйткені ол тек тамаққа дәм беріп қана қоймай, денсаулық пен энергия сыйлайды. Қысқасы, қалампыр табиғаттың нағыз сыйы. Ал сен қалампырды қолданып көрдің бе? Комментарийге жазып кет. Егер видео ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпа. Келесі видеода тағы да бір қызық әрі пайдалы өсімдікпен танысам.